Dostlar, сәлем, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тортымызды әрлеуге арналған шарикленеміз. Глазурды қажетті мөлшерін ыдысымызға салып, микроволновкада араластыра отырып ерітіп аламыз. Силиконовый формамызға мөлшермен құйып алып, жан-жағына жағып шығамыз. Толығымен формасын ұстағанша шетінен жағып отыратын боламыз. Достар, каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Толығымен жасап алғаннан кейін тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып аламыз. Формамыздан шығарып аламыз. Қалаған ыдысымызды қыздырып алып, шаригімізді ыдысымызға айландыра отырып, бір-біріне біріктіретін боламыз. Кондуринге спиртімізді қосып, араластырып алатын боламыз. Шариктеріміздің сыртын бояп шығамыз. Шариктеріміздің астыңғы бөліктеріне шоколадымызды жаға отырып, тортымызға ұстататын боламыз. Арнайы шоколадымызды қатыруға арналған фрезерді шашатын боламыз. Шаригіміздің жасау жолы өте оңай, жасап көріңіздер.